Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге үй жағдайында жасалатын қатпарлы және өте жұмсақ болып шығатын қаттама нанның рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіз. Ең алдымен бізге бөлме температурасындағы су қажет болады. Суға тұзды, майды салып, жақсылап тұз ерігенше араластырып аламыз. Және үстінен ұн салатын боламыз. Ұнды 2-3 бөлікке бөліп салған дұрыс. Осылайша жұмсақ, қатты жұмсақ емес, орташа жұмсақтықта қамыр илейтін боламыз. Қамырдың июі қанғанша 10 минуттай илейтін боламыз. Егер ыдысыңыз ыңғайсыз болып жатса, дастарханға илей берсеңіз болады. Және 20 минутқа демалдырып қоямыз. Демалған қамырымызды алып, 2 бөлікке бөлетін боламыз. Міне қараңыздар, өте жұмсақ, жылтырақ, әдемі болып шықты. Енді осы 2 қамырымызды кезек-кезек орташа жұқалықта жайып шығатын боламыз. Қатты жұқа немесе қалың болып кетпеуін қадағалаңыз. Достар, каналға тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қазақша каналдың дамуына үлес қоса отырыңыздар. Астына пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыз. Осындай көлемде жайып, бұны шетке қоямыз да екінші қамырды жаюға кірісеміз. Бастапқысын осылай қолмен оқтаумен жайып, ұзартып аламыз. Одан кейін оқтаумен жаятын боламыз. Бір ескеретін жағдай, қамырдың ешқашанда ортасын басуға болмайды. Екі шетінен қатты күш салмай жаятын боламыз. Міне сонда қамырыңыздың жан-жағы мыжылмай, жыртылмай, әдемі болып жайылады. Міне осылай 2 қамырды да жайып аламыз. Ортасына 82%-дан жоғары маргарин жағатын боламыз. Маргаринді жақсылап қайнатып аламыз, сонда маргариннің сулары кететін болады. Қайнап тұрған майды қамырға толығымен жағып шығып, 5 минуттай кептіріп аламыз. Және екінші қамырға да тура солай жасайтын боламыз. Қамырдың майы қатқан соң, осылай видеодағыдай оқтауға орап аламыз және ортасынан кесетін боламыз. Осылай кесіп жасайтын болсаңыз, қатпарлы, өте жұмсақ болып шығады. Дәл осы қамырдан 6 қаттама жасайтын боламыз. Міне бір шетінен ортасына дейін орап алып келіп, пышақпен ортасынан бөлетін боламыз. Бір жанын астыңғы жағына қарай осылай жасап жібереміз және осы жолмен барлығын жасап шығамыз. Қаттаманы дәл осы құраммен жасап көрсеңіз, қатпарлы, өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Қамырдың барлығын орап болған соң жаятын боламыз. Кішкене ұн сеуіп жіберіп, қамырдың формасын бұзып алмай, қатты қалың немесе жұқа етіп алмай, видеодағыдай барлық қамырды жайып шығатын боламыз. Жайылған қамырдың бетін таза орамалмен жауып қоюды ұмытпаңыз. Барлық қамырды толығымен жайып болған соң тапаға пісіреміз. Мен бұл жерде қамырдың ортасынан қалған майға пісірдім. Сұйық маймен де пісіруге болады. Осылайша қамырымызды салып, бетін жауып 5 минуттай күтеміз. 5 минуттан соң арғы бетін ауыстырып, осылайша барлығын пісіріп ала беретін боламыз. Әр қамыр салғанда май құюды ұмытпаңыз. Міне достар, осылай барлығын пісіріп ала береміз. Міндетті түрде жасап көріңіз. Бір жасағаннан сәтті шығады. Әсіресе біздің үйдегілерге айранға батырып жеген өте қатты ұнады. Міне достар, бізде қаттама нанымыз дайын, өте жұмсақ, қытырлақ, дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз, өкінбейтін боласыз. Видеоның соңына дейін қараған болсаңыз, көп рахмет.